Мына Шыңғысхан мәселесі біздегі даулы мәселелердің бірі ғой негізі. Моңғол ма, түркі болған ба деген. Мен енді өз басым түркі болған деп ойлаймын. Енді ол кезіндегі мысалы түркі қағанаты ыдырағаннан кейін шығыс және батыс түрік қағанаты болды. Сол енді шығыс түрік қағанатынан жерінен келген адамдар ғой бұлар. Сол Монғолия жерінде шығыс түрік қағанатының халықтары тұрды. Ол жерде жаңағы түркілердің ескерткіштері бәрі бар. Яғни ол жерде сол мезгілдерде түркілер тұрды. Енді біреулер айтады, Шыңғысхан бізді жаулап алды. Тым жақсы ұйып отырған қазақ даласын келіп жаулап алған жоқ қой. Қазіргідей біз тұтас қазақ болып отыр. Соны Шыңғысхан келіп қиратып, өзіне қаратып алса, онда солай айтсақ болады да, бізді басып алып өзіне бағындырды. Жоқ, біздің сол кездегі қазақ даласында бытыраңқы болып жүрген қазіргі қазақ тайпалары болды. Оның да бәрі емес. Ал басым көпшілігі сол Шыңғысханмен келген ру тайпалар. Қазіргі қазақ құрамындағы сол Шыңғысханмен келген ру тайпалардың өздері. Сонда Шыңғысханмен келген ру тайпалар кім? Қазір олар қазақ құрамында қазақ ұлтының өкілдері болып саналады. Шыңғысханның өзі де ол кезде өліп кетті ғой, оның балалары да қазіргі қазақ елін басқарып келген. Қазақ хандығын құрғанда солар. Яғни осы елге қызмет еткен адамдар. Осы елде бытыраңқы болып жүрген тайпаларды біріктіріп, ол кезде тек қана қазақ даласында емес, сол қазақ даласының сол кездегі біраз жері сол шығыс түрік қағанаты болатын. Ол кезде енді қазіргідей Қазақстанның картасы емес қой енді. Сол Шыңғысхан шыққан жерлер қазіргі күннің өзінде де қазақ жеріне қарайды, бір бөлігі. Яғни Алтай жерлері Қазақстанда да бар. Енді Шыңғысхан Есугейдің баласы ғой енді, Темужин. Темужиннің жалғыз өзі моңғол болып айналасындағы түркі халықтар бағындырып алған жоқ қой. Енді сол Темужин айналасындағы араласып отырған ру тайпалар, яғни Жалайыр, Қоңырат, Найман, Меркіт, Керей, тағысын тағы бәрі де қазір қазақ құрамындағы ру тайпалар. Қияттан шыққан дейді ғой Шыңғысханды. Қият бәрі бір отырған. Сол рулар қазір қазақтың құрамында да бар. Яғни басым бөлігін солар құрап тұр. Жартысын десек те. Нақты енді мен санаған жоқпын ғой. Сонда Шыңғысхан бізге кім? Яғни Моғол империясы деген ол кімнің империясы болады? Осы ру тайпалар. Және де басқа да ру тайпалар бар. Мен енді оның бәрін айтып отырмайын. Сонда бұлар кім болады? Бұл қазаққа кім болады? Қазаққа бөтен бола ма, әлде қазаққа жақын бола ма? Яғни қазіргі қазақтардың аталары құрған империя бола ма? Әлде мынау қатысы жоқ моңғолдарға, халқа моңғолдарға бере саламыз ба? Қалай бұл? Енді түсінікті емес пе? Сол Шыңғысханмен келген ру тайпалардың бәрі бізде бар, бірақ біз айтамыз да Шыңғысхан келіп біз жаулап алды деп айтамыз. Бұл логикаға сәйкес келмей тұр ғой. Қалай болған? Мен Шыңғысханды реформатор санаймын жалпы. Яғни қазіргі біздің даламыздың осылай қалыптасуына үлес қосқан адам ретінде, яғни реформатор ретінде санаймын. Ол жауыз қазақтарға жауыздық көрсеткен жоқ. Енді ол империя құру үшін әрине соғыс болады ғой. Бөлініп жүрген хандықтар, олар енді өз хандығын бере қоймайды ғой. Солай енді басын біріктірді, үлкен империя құрды. Яғни қазір қазақ даласының осындай кең болуына үлес қосқан реформатор деп есептеймін. Яғни қазаққа бұның қатысы бар. Ана моғолдарға көп қатысы болмаса да, қазіргі қазақтарға өте қатысы бар.